Бұл шаһарда кореялық бизнес седандарды өте қатты жақсы көреді. Әсіресе мынау жанымда тұрған Hyundai Grandeur бестселлер ғой. Әлі күнге дейін тасуда тиімсіз болса да мейлі қара. Мына қатар толып тұр. Барлығының бағасы орта есеппен 8 миллион теңге. Анау тұрған Kia Carnival'ды көрсетейік жүр. Міне маған ұнайтын минивэн. Ойын-сауық той-томалақтың көлігі оңтүстік Кореядан келген Kia Carnival. Жылы 2018, бағасы 12,5 миллион теңге. Қожайынмен тағы да сөйлессеңіз, кішкене түсем дейді. Кеттік баға салонын көрсетейікші, бұның қызығы салонында ғой. 9 орындықты, артқы есіктері мынандай электро жетекпен. Мә саған отбасыңды тасуға, саяхаттауға таптырмайтын көлік. Кайф. Ішінде кондер ұрып тұр. Мына оңтүстіктегі Грандеурлердің ең өтімді түрі. Жаңа көрсеткенімізден кейінгі буын ғой. Жылы қандай? 2019. 19, бағасы неше деп атсыз? 11 миллион 800 мың. 11 миллион 800. 3 литр ма? 3 литр. Бензин, газ? Бензин. Бензин, таза. Кішкене саудасы бар ма біздің подписчиктерге? Сіздердің подписчикке әрине, конечно. Қанша бересіз? 11-ге бересіз ба? Сіздің подписчигің болса конкретно беремін. Бересіз ба 11-ге? Именно сіздің подписчикке. Болды, жеге. Жақсы машина ақпаңдар. Бизнес седандардан бөлек бұл шаһар тұрғындары Кореядан кез келген техниканы тасиды. Мысалға, мынау жанымда тұрған Hyundai Porter. 2,5 газ, мынау өте үнемді доставка істегенде кәдімгідей пайда табасың ше. 2025 жылғы жүріп өткен шақырыма 7000, бағасы 18,5 миллион теңге. Жалпы бұл автомобильдің базардағы жалғыз мақсаты саудада емес. Мына біраз орынды резерв тастап тұрғы, көрдің бе, арқаммен тартып қойған. Айтпақшы, артқы борты суытылады. Мынандай аптаған Шымкенттің ыстығында ішіне төсек салып ұйықтағанға жақсы көлік.